Қайырлы кеш. Бүгінгі вебинарға қатысушыларымыз өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге осылай бір сағат уақыттай болатынымыз. Ең бірінші өзімді таныстыра кетейін. Менің аты жөнім Абдрахманова Зухра Отанқызы болады. Мен практикалық психологпын, және де психологиялық орталық Life дегеннің директоры болып келемін. Енді бүгін сіздермен бірге қозғайық деп отырған мәселе, бүгінгі сіздермен бірге сөйлесейік деп отырған тақырыбымыз өте күрделі, оңай тақырып емес. Себебі ол балалар туралы. Өкінішке орай, біздің өмірімізде қазір өте көп сондай мәселелер шығып жатыр, осы қазіргі деңгейде. Сол мәселелер шығып жатқаннан кейін осындай тақырыптар туындап жатыр. Мен өзім ойымша бұл тақырыптарды көтеру керек, сөйлесу керек, шешу керек. Себебі ол біздің балаларымыз, біздің болашағымыз туралы. Нақтылап айтып кетсек, бүгінгі тақырыбымыз жанұяда тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шегіп жүрген балалар туралы. Қалай оны білуге болады? Осы тақырып бойынша қазір сіздермен бірге біраз әңгіме қозғайық. Жалпы өздеріңіздің орталарыңызда, қоршауыңызда қалай сондай баланы анықтауға болатыны туралы айта кетейік. Айтып отырғандай, осындай біздің тақырыбымыз ол күрделі. Балалар ол ең бірінші дүниеге келгеннен кейін, осы өмірге келгеннен кейін, ең бірінші сезімі пайда болатыны ол осы өмірге деген сенімділік. Және де ол бала тәуелді болғандықтан, ол туа салысымен әрине ол ең бірінші тәуелді ғой, қасындағы тапқан үлкенге байланысты, қасындағы қоршасындағы үлкендерге байланысты. Тәуелді болғандықтан, ол бала осы өмірге деген барлығын сол үлкен арқылы қабылдайды, және жасап отырған істің жақсы болсын, жаман болсын, оның барлығы норма деңгейінде қабылдайды. Енді айта кетсек, осы мәселе бойынша қазіргі айтып отырғандай біздің қоғамымызда өте көп осы мәселе бойынша сөз қозғалады, айтылады, бірақ оның шешімі қалай екен, оған қалай толығымен аяқтап жеткізіп көмек көрсетуге болатын екені толығымен жоқ жолдары. Тек қана біраз бағыттары бар. Сол бойынша біз қалай істеуімізге болады. Енді жаңа айтып кеткендей, балалар осы өмірге келгеннен кейін, ол осы өмірде өзінің қасындағы үлкендер түгелден тәуелді болғандықтан, үлкендер не істесе де оның барлығын норма түрінде көреді. Сондықтан тұрмыстық зорлық-зомбылық егерде күнделікті әдетке айланып кеткен болса, жанұяда ол балаға норма көрінеді. Ол соған үйреншікті болады, соған сәйкес адаптация жасайды. Ол адаптацияда өзі баланың психикасына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Сол жағынан қазір көрейік, қалай ондай баланы байқауға болады, анықтауға болады, және де қандай оған көмек көрсетуге болады. Жалпы, егерде мынандай бір анықтама беріп алған дұрыс деп есептеймін, осындай мәселені қозғалғалы отырғаннан кейін. Жалпы зорлық-зомбылық дегеніміз не? Біз бұның алдында тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы үлкен бір вебинар өтілді. 16 тамыз күні, сол күні көрген, қатысқан адамдар, одан кейін көрген адамдар біледі, мен бірталай мәселелерді қозғалғанымды. Енді қазіргі деңгейде жеткілікті балаларға келген жағдайымызда осы мәселе бойынша. Онда мынандай балаға арнайы зақым келтіру, ол зақымның түрі тікелей немесе жанама болуы мүмкін.
Оны қалай түсінуге болады? Біз оны зорлық зомбылықтың түрлері деп айтамыз. Ол әлгі тікелей ұрып соғуды көруге болады. Ал жаныма дегеніміз қалай екен? Оны қалай түсінуге болады екен? Оны қалай біз көп нәрсені өзімізде дұрыс түсінбейміз. Ойлаймыз, ол деген менің әке-шешем сөйтті, мен адам болып өсіп осы өмірге келдім, қазіргі деңгейде осындай жақсы өмір сүріп жатырмын. Адам болдық қой, түк те болған жоқ бізге дегендей көп тұрмыстық зорлық зомбылықтың түріне көбінесе көңіл аудармай кетеді екенбіз. Егер мысалға келтірсек, оны былай тікелей мысалға келтірсек, балаға қатты ұрысқан кезде, сонда айтамыз, мен не болды саған? Сені мен ұрып соғып жатқан жоқпын. Сонда немене өзіңді ұстай алмайтұғын, осындай бір неменесін, бір чмосын жүрген, неге бұны етпейсің деп, одан кейін баланы ұстап былай селкілдетуіміз мүмкін, селк етіп бір-екі рет әлгі өз орнына келтіреміз деп айтамыз, селк еткізіп қалдырғанға. Былай қарап отырсаңыз, тікелей ұрған жоқсыз сіз ол баланы. Былай енді ұрып соғып қойнына неме қоятындай. Бірақ та сонда да ол баланы селкілдеткен өзінде өзіңіз былай елестетіп көріңізші, қандай деңгейде, қандай сезімде болды ол бала. Себебі енді келтіріп отырсақ, мысалыға жай ғана, сіз өзіңіздің әріптесіңізге барып, елестетіп көріңіз, әріптесіңізге барып, ол бірдеңкені түсінбей жатса, бірдеңкені ұқпай жатса, сіз барып соны бір селкілдеп көріңізші, қалай екен. Енді ол әрине ондай миға келмейді, себебі ол үлкен адам. Ол сізге жауап қайтаруы мүмкін. Өзіңізді селкілдемей тұрмағанда бір соғып жіберген кезде ары қарай ұшып кетуіңіз де мүмкін. Әрине сіз оны үлкен адам, ересек адам болғандықтан оның барлығын анализ жасап біліп отырсыз, сондықтан ондай нәрсені ешқашан істемейсіз де, басқа адамға байланысты. Ал балаға неге біз сондай нәрсені өзімізге рұқсат береміз? Неге баланы сөйтіп селкілдеуге болады деп? Былай қарап отырсаңыз, біз ол кезде былай ойламаймыз. Ол бала деген ең біріншіден ол жауап қайтара алмайды бізге. Ол сізді селкілдете бастамайды ғой. Ұрысқанға кейбіреу балалар, біраз өжеттеу балалар ұрысқа ұрыс айтуы мүмкін, өзіңізге сөз қайтарып дегендей, неме ету дегендей. Бірақ та ондай қатты сондай бір әсер алған кезде бала үндемей қалады. Үндемей, ол шошығанын өзін айта алмай қалады. Қалай шошып кеткенінде. Ол өте күрделі нәрсе, оны айтып отырғаннан ол өмір бақи сол баланың есінде қалатұғын нәрсе. Ол өмірлік сол баламен бірге болатұғын нәрсе. Әрине, баланың психикасы өте мынандай жеңіл, мынандай жағдайға тез адаптация жасайтұғын, сондай пластичный деп айтады психикасы балалардың. Ол сол пластичный болғандықтан, ол барлық кез келген қиындыққа, немеге бір түсіндірме жасап, соған ыңғайын табады, өзінің ыңғайын табады. Бірақ кез келген кезде, үлкен ересек болған кезде, оның барлығы біздің өзіміздің іс-әрекетімізде білініп тұрады. Біздің батылдығымызда, немесе жасқандықтығымызда білініп тұратын жағдай. Ол зиянсыз, ешбір немесіз қалмайды, ол өмірлік қалады. Әсіресе кішкентай бала өскен кезде де, ол одан кейін де бір әртүрлі жағдайға келтіруі мүмкін. Енді сөйтіп айтып отырып, осы зорлық зомбылықтың түрлерін айтып отырып, ол өте көп түрлері көп. Оның ішінде жаңағы айтып отырмыз, тура немесе жанама болады. Және ондай зорлық зомбылық біргелі болуы мүмкін, бірлес болды, одан кейін әрине қайталанбайтын жағдайға келгенде. Немесе ол жүйелі түрде болуы мүмкін. Енді жүйелі түрде болса, ондай зорлық зомбылық, ол өте күрделі нәрсе. Ол өте балаға деген
үлкен ертеңінде зиян әкелетін дүние. Және де ондай жүйелі түрде зорлық зомбылық көріп отырған бала ертең ол соғалып өмір бақи бала болып қалмайды ғой. Ол өсіп жетеді, осы қоғамның бір ер азаматы болады, азаматшасы болады. Сонда өзінің бір тұрмыс құрады. Сол кезде өзінің жанұясындағы көрген нәрсені, егер де тұрмыстық зорлық зомбылықта өскен бала болса, норма ретінде өзінің жанұясына ертең апарады. Өз жанұясында сондай зорлық зомбылық норма түрінде деп сонда тұруы мүмкін сондай түрде. Және де біз айтамыз, жаңағы зорлық зомбылықтың түрінде ол қазіргі деңгейде өтіп жатқан зорлық зомбылық болуы мүмкін, немесе ол өткелі. Өтіп кеткен нәрсе. Ол өтіп кеткен нәрсе, ол көбінекей біргелі зорлық зомбылық болған кезге жатады. Онда ол енді былай қарап отырсаң, әлгі күнделікті адамның өзінің ашуланып, сондай бір түрге келгені болған деп есептеуге болады. Енді былай байқап отырсақ, тұрмыстық зорлық зомбылық дегенде жаңағы мен айтып отырғандай әлгі түрлерін біргелі немесе жүйелі деп отырмыз, тура немесе жанама деп отырмыз, біргелі немесе қазіргі кезде немесе өткелі деп отырмыз. Оның барлығы егерде адам бақытты отбасында өскісі келсе, ол әрине ортасында бір кейде әлгі жаңағыдай өзімізді ұстай алмай келген кезде бүйтіп көрсетуіміз мүмкін, бірақ біздің санамызда, есімізде әрқашан болып отыру керек. Бұл деген нәрсе ертеңгі деңгейде менің баламның бақытсыз болуына үлкен бір себеп. Бала ол бала. Ол бізден тәуелді, ол кішкентай. Біз үлкендер өзіміздің іс-әрекетімізге, өзіміздің сөйлеген сөзімізге, өзіміздің істеп отырған ісімізге жауапты болуымыз керек. Одан көп нәрсе байланысты. Ал енді осындай кездерге тұрмыстық зорлық зомбылықтың зардап шегіп отырған балаға деген қандай түрлері болады, оның мазмұны бойынша қалай бөлінеді екен десеңіздер, олар жаңағыдай айтып отырғандай, бұның алдындағы айтылған вебинарда, бірақ та мен қайталап айта кетермін қазірде де, осы мазмұны бойынша бөлінетін түрлері, оны айтып кетсек, ең біріншіден ол жаңағы көзге көрінетін ұрып соғу деген тұрмыстық зорлық зомбылық. Оны көруге болады. Енді былай қарап отырсаңыз, баланың бет әлпетінде немесе денесінде жарақаттану, ол тек қана жаңа әлгі кей кезде бір жерге ұрынып соғынып бала болғаннан кейін әлгі құламай тұрмайды дейміз, әлгі әсіресе 7-ге толмаған баланы 7 жасқа дейін жерден 7 таяқ алады деп айтып жатады үлкендеріміз, әлгі көп таяқ жейді дегендей, ондай кезге ол байланысты емес. Егерде тұрмыстық зорлық зомбылықтан көріп отырған, зардап шегіп отырған баланың денесінде, ол бірі жазылмаған үстіне екінші қалыптасқан сондай көрініп тұратын сондай зақымдар болады. Ол тұрмыстық әлгі ұрып соғу деген, ұрып соғу зорлық зомбылықтың түрі, тек қана ұрып соғу ғана емес, қатты айғайлап ұрсу, қатты деген баланы шошындыру деген. Ол да осы зорлық зомбылықтың түріне жатады. Және де айтып кеттік, тағы да бір түрі бар деп оны балаға, оны үлкендерге келген кезде, ол әлгі экономикалық зорлық зомбылық деп айттық. Ал былай қарап отырсақ, қазір балаға аударып отырсақ, балаға керекті нәрселерін, керекті жалпы баланың
тек қана анандай киім неменесіне ғана байланысты емес, жалпы уақытта тамақтануына байланысты, уақытымен мына немеге сәйкес, сезонға сәйкес киінуін егерде үлкендер еске алмай, егерде оны қарастырмай, бала ондай қажеттіліктеріне қамтамасыз етпесе, ол да тұрмыстық зорлық-зомбылықтың түріне жатады. Мазмұнына бөліп отырмыз ғой, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың соны өстіп жатады. Енді ол көрінетұғын жағдай байқап отырсақ, кейде балаларды ортада байқап отырасыздар, өзінің сезонға байланысты емес, суық кезде жұқа бір куртка киіп, немесе аяғына кроссовка киіп, сөйтіп жүрген балалар, онда ол әрине жанұясында тұрмыстық зорлық-зомбылық жоқ, әлде жай жағдайы келмей жатқан жағдайда болуы мүмкін. Бірақ та көбінесе ол тұрмыстық зорлық-зомбылықтың бір түріне осындай ілігіп отырған бала екенін байқауға болады. Ол үшін әрине толығымен ол жанұя туралы ақпарат жинау. Нақтысында әкесі қайда екен, шешесі қайда екен, қандай қарым-қатынас екен деген. Әрине жанұя ол жабық жүйе. Ол жүйеге кіру өте оңай емес. Әрине құқығыңызда жоқ, жай адам ретінде ондай жанұяға кіріп барып, сіздің жағдайыңызды білейін дегендей, ондай істерге ешкім рұқсат етпейді. Сондықтан неғұрлым бір-бірімізге бұлай ашық болып, жанашар болып, егерде ондай балаға көмектескіңіз келіп тұрса, енді жағдайын байқап отырып, көрші ретінде байқап отырсаңыз да, әрине арнайы мамандарға бару керек. Арнайы мамандарға хабарландыру керек. Бала болғандықтан ең бірінші ол, егерде 7 жасқа дейін бала болса, ол балабақша, бірақ ондай жанұядағы балалар балабақшаға көп бара қоймайды, бірақ бара қойған себептің өзінде байқауға болады. Балабақшадағы тәрбиешілер ары қарай жеткізеді қорғаныс органдарына, отдел опеки и попечительства дейді ғой, әрбір тұратын тұрмыстық жерде сондай бір органы опеки и попечительства бар. Соларға хабарландыруға болады. Және де 7-ден астам бала болса, ол мектеп, әрине. Ең біріншісі ол сынып жетекшісі. Сондай балаларды байқап отырады, қарап отырады. Және де әлеуметтік жұмысшылар қазір барлық мектептерлерде бар, әрбір медицина мекемелерінде бар, поликлиникаларда, солармен хабарласып отырып, бұл баланың жалпы жағдайын білуге болады. Көбінесе осындай сынып жетекшілерге осындай үлкен бір мәселе туындайды. Бұндай балаларды қалай ары қарай жұмыс жүргізсе, қалай істесе дегенде. Сол кезде бұл бір ғана сынып жетекшісі ештеңе істей алмайды. Ол үшін өзі арнайы мамандырылған мамандармен бірлесіп жұмыс істеу керек. Ең бірінші балаға зақым келтіріп алмау керек. Ол былай да өзі зардап шегіп жүр, өзінің тұрмыстық зорлық-зомбылықтан жанұясында. Ал енді былай келіп отырсақ, ол әрине балада үлкен сенімсіздік басқа үлкендерге, басқа адамдарға. Әрине ол бала сол жанұяда тұрғаннан кейін, ол сол жанұяда болғандықтан, ол өз әке-шешесін қандай адам болса да, қалай ұрып соғып жатса да, қалай оны моральдық түрде менсінбей жатса да, ол бала өз әке-шесін көбінесе жақсы көреді. Жақсы көреді, себебі басқа әке-шеше жоқ, оны түсінеді. Қалай да болсын өзінің әке-шешесі екенін біледі.
Осындай жаңағы мазмұны бойынша зорлық зомбылықты айтып отыра, осы түрінде баланың керекті қажеттілікке назар аудармау деген осындай бала зардап шегіп жүрген бір түрі екенін байқап отыруға болады бізге үлкендерге. Сол жағынан іс-әрекет жасап, балаға көмектесуге болады. Бірақ мен жаңағы айтып кеткендей, оны мамандар жасау керек бірден. Екіден, ол балаға деген зақым, ары қарай зақым келтіріп алмау керек. Сондықтан ол жанұя туралы толығымен барлық ақпаратты жинау керек. Ол үшін бірнеше түрлері бар. Ол туралы тағы да айта кетерміз. Енді жаңағы тағы да түрі ол сексуалды тұрмыстық зорлық зомбылық дейміз. Ол өкінішке орай ол тек қана үлкендердің ортасындағы нәрсе емес. Қазіргі күнде, қазіргі деңгейде бізде өте көп болып кетті. Осы біздің қоғамымызда сондай нәрсе көп болып кетті. Балаға деген сексуалды зорлық зомбылық көрсетіп отырған. Әрине, ол себебі экономикалық тұрмыстық жағдай жанұяның төмен болғандықтан, сондай жолдарға балаға керекті қорғаныш бере алмағандықтан, бала сондай зорлық зомбылыққа түсуі мүмкін. Ол өте балаға психикасына өте қиын жағдай. Жалпы одан кейінгі болашақ өміріне өте үлкен бір күрделі бір мәселе. Себебі енді оңай дүние емес. Маған өзі шыны керек айтудың өзі былай оңайға тиіп тұрған жоқ. Себебі осы кешегі бір жағдайды әлеуметтік желіде оқып едім, осы кішкентай балалар туралы. Соны байқап отырсаң, біздің ортамызда болмағандықтан, біз ойлаймыз барлығы тәуба шүкір ондай нәрсе жоқ деп, бірақ та өзіміздің Қазақстанымызда болып жатқан жағдайлар екен. Бала үшін жүрегін ауырады. Бала үшін жүрегін ауырады. Себебі ертең өскенде ол бала бұл зорлық зомбылықтан қайтуы өте оңай емес. Тек қана арнайы мамандардың көмектерімен біраз өзіне келуге мүмкіншілік болады. Оның өзінде де бұл жағдай бойынша менің өзім айтып отырмын ғой, психологпын. Сол психологтардың ортасында да нақты осы сексуалды зорлық зомбылық алған балалармен жұмыс істеу деген ең бір өте күрделі бағыт. Ол бағыт бойынша екінің бірі істей бермейді. Себебі оның жаңағы айтып отырғандай негізі өте күрделі. Сол жағынан егерде баланы қалай білуге болады, мысалы бізге ортамызда немесе мұғалім болсаңыз, немесе жаңағыдан маман келіп отыр, ювеналды салаға келіп отырған жас маман болсаңыз, оны қалай білуге болады ондай мамандық, ондай баланы сондай сексуалды зорлық зомбылыққа зардап шегіп жүргені. Ол өзінің возрастына сәйкес емес нәрселерді біледі. Ол жыныстық қатынас туралы көп нәрсені айтады, біледі, күліп отырады. Және де сол жағынан байқауға болады. Егерде бұл сұрақтарды өзінің возрастына сәйкес емес кезінде айтып отырып, ол жағынан көбіректеу біліп отырып отырса, онда ол бала сондай бір зомбылықтың түріне бір қатысы бар екенін білуге болады. Әрине, арнайы экспертиза жасағаннан кейін оны нақты айтуға болады. Бірақ та бір әлгі жаңағы жанама бір түрі
сол жағынан егерде былай жай кезде әңгімелесіп немесе балаларыңыз келіп айтса егерде ана осылай анау деген тура осындай нәрсені айтты ол шын ба деп айтуы мүмкін, сұрауы мүмкін, әсіресе кішкентай балалар. Әрине жасөспірімдер олар үндемейді, өздерінің ортасында ғана қалады. Егер де кішкентай балалар сөйтіп айтып отырса, онда солай көңіл аударуға болады балаға. Сынып жетекшісімен жаңағы айтып отырғаннан кейін әлеуметтік қызметкермен тағы да мына ювеналды инспекторларымыз бар. Солармен бірге баланың жанұясын дұрыстап тұрып зерттеп, толығымен ақпарат жинап, сол жағынан қарастыруға болады. Енді бұндай жалпы қандай түрлі зорлық-зомбылықтың қай түріне де қатысты болса бала өкінішке орай үлкенге келіп айтпайды ол туралы, зорлық-зомбылық туралы. Ол үлкен өкініш, себебі көмек көрсете алатын үлкен ғой. Өкінішке орай ол сенімсіздік болғандықтан, әрине оны барлығын жасап отырған, айтып отырмын ғой, өзімен өзі емес, ол үлкендер істеп отырған оның барлығын. Ол жалпы басқаларға сондай сенімсіздік туғандықтан ол үлкендерге айтпайды. Ол айтса, ондай жағдайды ол өз ортасындағы балаларға өз сақылды. Ол балалар әрине ештеңе шеше алмайды, ештеңе айтылмауы да мүмкін. Егерде жанұяда жақсы қарым-қатынас болған жағдайда үйіне келіп мүмкін бір әкесімен, шешесімен бөлісіп отыратын бала болса, ондай нәрсені ол айтуы мүмкін. Я, не осылай, анау деген осындай айтып отыр еді, оны ұрып соғады екен, немесе өстіп бүйтеді екен деп айтуы мүмкін. Ол сирек болатын жағдай. Көбінесе ол сол балалардың ортасында қалатын жағдай. Сондықтан біз үлкендер ретінде қарап отырып, байқап отырып, сондай балаға жалпы көңіл аударып отырсақ, сонда біраз шешімнің бір түріне келуге болады ма деген менің ойым бар. Енді жаңа айтып отырмыз, мазмұны бойынша зорлық-зомбылықтың түрлері деп, осы айтып кеткендей, және де көзге көрінбейтұғын, төртінші түрі бар, көзге көрінбейтұғын, бірақ та біз күнделікті қолданатұғын тағы да бір түрі, бұл психологиялық немесе моралды зорлық-зомбылық. Жанұямызда көрсетеді. Енді көбінесе біз оны жалпы зорлық-зомбылыққа жатады деп ойламаймыз. Себебі әсіресе жанұяда болған кезде өзі байқап отырсаңыз, ой, оның өзі тілі ашты деп сөйтіп бір сілтей саламыз ғой қолды. Ондай нәрсе емес. Егерде үлкен кішкентайға бүйтіп айтып, күліп оны мысалы бір неңесін күлдіртіп, бір қасиеттерін айтып, баланың, мысалы, егерде ол бала ұялшақ болса, немесе бірдеңеден қорқатын болса, соны күлкіге айландырып, соны бетіне басып айтып отыруды біздер үлкендер көбінесе ойлаймыз, сөйтіп күлкіге айландырып, ана бала ызаланып, ондай істемейтін болады. Ал былай қарап отырсаңыз, сондай деңгейге жетіп, егер айтып отырсаңыз, онда құттықтаймын. Сіз тікелей тұрмыстық зорлық-зомбылық, психологиялық зорлық-зомбылыққа жасап отырсыз, өзіңіздің қолыңызбен, өзіңіздің сөзіңізбен. Бұл жағдайда біз көбінесе қол сілтей салу, әлгі қой шарат деп, немесе ол кісінің өзінің тілі аштысы деп сөйтіп айта саламыз. Былай қарап отырсаңыз, ол да адаммен өмір бақи қала беретұғын бір түрі. Одан кейін де біз байқаймыз, өзіңізде бүйтіп байқап отырсаңыздар, орталарыңызда әлгі әсіресе біз айтамыз, ой, ол қарапайым жанұя ғой, одан не аласың деп. Сондай қарапайым жанұя дегенде бір-бірін боқтықпен,
сөйлеу, бір-біріне деген бір немене әлгі өзімдікі ғой дейміз, иә, өзімдікі ғой, қойшы деп айтуымыз мүмкін, иә, әлгі айтып тигізіп бір шұқылап бір сөйлеуіміз мүмкін. Оны біз өзіміз әлгі ойлаймыз, ол менің туғаным, өзімнің жақыным, ол мені түсіну керек деп. Былай байқап отырсаңыз, ондай зорлық зомбылық ешқашан іссіз қалмайды. Ол өмір бақи қалады біздің ойымызда, біздің санымызда, және де жанұяға тағы да кете береді. Мен айтып отырған жоқпын, әлгі жалпы күнделікті түрде әлгі ұрыс соғысты жанұялар болады ғой, өздерімен өздері. Біз көбінесе айтамыз, иә, ол біздің шаруам қанша, ол өз жанұясы, өздері шешеді деп. Былай қарап отырсаңыз, ондай атмосферада өсіп жатқан балаға үлкен зақым келеді. Үлкен зақым келеді. Ол туралы біз ойламаймыз. Ол туралы біз көбінесе қалтырып кете береміз. Сол жағынан да көп өзіміздің жаңағы айтып кеткендей, сөзімізге, іс-әрекетімізге барлығына көңіл аударып отыру керек. Сондай кезге келтірген кезде, оны былай байқап отырсаңыз, ойланатындай жағдай, иә, күнделікті қалай екен, оны мен өзім байқамай отырушы едім. Былай қарап отырсам, өзімнің шынымен де сөйткен деген осылай зорлық зомбылықтың түрі екен ғой оны деп ойлануға келсеңіз, ол да мен осы жерде бекер сіздермен әңгімелесіп отырғаным емес екен деп есептеймін. Себебі күнделікті өзіміздің әлгі айтады ғой, бұл әлемді өзгерту мүмкін емес, өзімді өзгертейін, сонда әлемді өзгереді. Сол сияқты осылай өзімізді өзгерту түрден бастап, өзімізге көңіл күй қарастырып отырып, жалпы көріп отырып, сол кезде біз осындай бір жақсы бір нәтижеге келуіміз мүмкін. Қоғамымызда өзгертіп, жалпы өзіміздің немемізде, сана сезімімізде өзгертіп. Енді тағы не айтуға болады бұл мәселеде? Негізінде жаңа айтып отырмыз, бұл өте күрделі, өте маңызды бір тақырып. Бұл тақырыптар бойынша ендігі ақырғы кезде қазір желілерде де көп көтерілетін болып отыр, әңгіме қозғалатын болып отыр. Бұның алдында бұндай ештеңе қозғалмайтұғын, айтылмайтұғын. Бұл туралы көбінесе әлгі орыстар айтады ғой, не нужно выносить ссор из избы дейді. Ал біз қазақтар айтамыз, ол ұят нәрсе, жат нәрсе, оны айтуға болмайды. Не керек? Барлығы жақсылықты жақсы ретінде көрсетуіміз ғана керек деп. Сол жағынан өте көп нәрсеге көңіл аударылмай, үндемей қаламыз. Енді осы мәселелерді қозғалып отырып, әрине айтпай кетуге болмайды. Қандай себептер? Қандай себептер осындай тұрмыстық зорлық зомбылыққа келеді? Енді байқап отырсаңыз, ондай себептер өте көп болуы мүмкін. Бірнешеуін бағанадан бері бір айтылып та кетті. Ең біріншісі ол адамның әлгі өскеше көзі көрген нәрсесін өз жанұясына сондай әлгі сценарий ретінде пайдаланып отыруы мүмкін. Ол көп жағдайда солай болады. Әсіресе мен сені күнде ұрып соғып отырған жоқпын, бірақ та мына шарана, мына сен деген осылай тыңдамай қойдың, бір өз-өзіне келтіріп, бір сілкіп ұрып алу деген норма ретінде көретін жанұяларда, ол көбінесе әлгі өзінің кезіндегі көрген нәрсесін әке-шешесінен өз семьясына жасап отыр.
мен кездесемін, кейде үлкен адамдар айтады, енді талай шамаға келген. Енді өліп қалған жоқпыз ғой, жақсы адам болып отырмыз, қазір күшті қызметте отырмыз. Сол менің әкем мені тура қатты ұстап, осылай немеде әкелгендей әлгі ұрып, менің әр бұзықтығыма ұрып, қол жұмсағандықтан мен өзі қазір осындай адам болып отырмын деген сөзді естимін. Енді ол жаңағы айтып кеткендей норма деп есептелген, ол дұрыс емес, ол норма емес. Сондықтан біз қазір көбінекей әлгі өзімізді дұрыс түсінбей, көбінекей депрессияға шалдығып жататын кездер болып жатады. Осы өмірге деген қызығушылық болмай жату деген болып жатады. Немесе алдыға қойған нәрселерімізді, мақсаттарымызды толығымен соған жете алмаймыз. Себебі өте көп кедергілер көреміз. Ол әлгі жаңағы айтып отырғанда сондай норма ретінде есептеп отырғандардың бір себебі болуы мүмкін. Тағы да бір себеп, бұл жаңағы айтып кететініміз жалпы жанұяның экономикалық жағдайы. Әрине, тұрмыстық жағдай онша болмаса, көпте түрде ол тұрмыстық зорлық-зомбылыққа шалдыққан жанұя енді ол біріншіден, ең бірінші сондайға келіп отырады. Әлгі қазақта сөз бар ғой, ұрыстың бәрі неден басталады? Ұрыстың бәрі ақшаның жоғынан басталады деп айтады, иә. Әрине, тұрмыстық жағдайы өте төмен болғандықтан, одан кейін әртүрлі тағы да бір жаман бір жолдарға түсіп кетуі де мүмкін, иә, жанұяның ішімдікке үйір болуы мүмкін, немесе ұрлыққа үйір болуы мүмкін, иә, жағдайын жасаймын деп жанұяның. Әрине, оның барлығы бірнеше себептің бірнеше негізі болып табылады. Одан да басқа, жаңағы біз әсіресе айтып отырғанымыз, мына тұрмыстық зорлық-зомбылық балаға, жаңа мен бір мысалы келтірдім ғой, иә, өзіңіз әлгі қатты балаңызды сілкіп бір өмірге үйреткім келген дегендей келтіргенде өзіңіздің құралпас немесе әріптесіңізге соны істеп көріңізші, жауап аласыз, жауап алғанды сіз білесіз, ал бұл бала жауапсыз болады. Сондықтан сондай түріне апаратығын тағы да бір жол, ол өз-өзіне деген ризашылық емес. Өзінің жұмысына, көріп отырған күнделікті іс-әрекетіне көбінесе ызаланып келеді, жұмыстан. Мен не істеп жүрмін мына жерде тентіреп, мен тентіреп, сендерді адам қылайын деп әлгі сондай әңгімелер көп пайда болады. Әрине, өз-өзіне риза болмағандықтан, өз-өзінің шаршап жүріп, әлгі кезінде мен осындай суретші болғым келіп еді, жақсы суреттер салушы едім, бірақ күнкөріске, күнделіктіге онымен нанымды таба алмаймын, сондықтан күнделікті міне осындай бір маған ұнамайтын жұмысқа барып жүрмін, зарплатасы болғаннан кейін жалақысына енді жанұямды асырау үшін деп, сондай өзіне деген көп қол сілтеме болғандықтан, сондай кездерде де әрине жауапсыз болатұғын, жауап қайтара алмайтын болғандықтан, балаға көп несі тиеді, қиындығы тиеді. Жаңағыдай әлгі немесе ұрып соқпасақ та, біз психологиялық, моралды ол баланы төмен деңгейге қалдырамыз. Біз оған әрқашан айтып, қайта-қайта білдіріп, сен осындай жағдайға келген, бала оны қалай қабылдайды? Бала оны қабылдағанда, ол әлгі жалпы менің әкем немесе шешем ол деген әшен өз-өзіне ызаланғаннан істеп тұр деп оны ұқпайды. Ол бала ұғады, оны мен дұрыс емеспін деп.
мен дұрыс емеспін, мен осындайға әкеліп тұрып, мен кінәлімін деп. Сондықтан ол өмірлік өзінің ішінде өзін кінәлі есептеп жүреді. Әрине, сөйтіп өскен бала ертең үлкен болғандықтан ол қайбір үлкен жетістікке жетеді. Өз-өзін кінәлап отырған бала. Қайбір жақсы жұмысқа ілінеді. Қайбір жақсы бір мамандық таңдайды. Ол өмірлік өзінің кінә ретінде сезініп отырып, сол кінәлік сезімді енді статистика бойынша көп деңгейде өз-өзіне қол жұмсап жүрген адамдардың ішінде де сондай өте үлкен өз-өзіне деген кінәлік сезім. Енді нақты тек қана бір нәрсе емес, ол жаңағы айтып отырғанда көп себептің бірі. Сондықтан жаңағы айтып отырғанымыздай, бұл өмірде не нәрсенің болса өз сұрауы бар деп айтылады, иә. Оны біз көбінесе дұрыс біз тікелей түсінеміз, иә. Сұрауы бар дегенге бола біз деген осындай сәйкес болуымыз керек. Ең бірінші сұрауы, Алла тағала да айтады ғой, мен сендерді бақытты болуға жаратқанмын деп. Сендер бақытты болуларыңа жаратқан деп. Бақыт деген сөзде өзінің әр адамның өзінің қойып отырған, салып отырған мағынасы бар. Сондай бақытты болу үшін деп біз көбінесе балаларға сілтейміз. Мен сен бақытты болу үшін өстіп жатырмын, тентіреп жүріп ақша тауып жатырмын деп айтқан кезден сайын ол бала бақытты болмайды ол сөзден. Ол бала ары қарай өзін кінәлі сезініп, ертеңінде де өзінің ары қарай тағы да енді көп ойларға салдырып, өзін неғұрлым бақытсыз болып сезінуге себепкер боласыз, сөйтіп айтқан сайын. Әлгі осы тақырыпта маған бір жақсы бір аңыз әңгіме бар. Ол аңыз әңгімеде былай айтылады. Бір көп балалы жанұя болыпты. Көп балалы жанұя болыпты. Сонда мамасы ештеңені үлгермейді екен. Ананы да істейді. Әрине 7-8 бала болғандықтан олардың күнделікті тамағы бар, олардың күнделікті үйді жинауы бар, киімін жуу бар, бәрі бар. Сонан әбден шаршайды. Бала үшін істеп отыр ғой, кім үшін істеп отыр? Тапқаннан кейін мен баланы енді бақытты болуым керек деп. Соның бәрі істейтін, бірақ та өзі керемет бір осы өмірден түңіледі екен. Соны әбден шаршағаннан кейін бір ақылды бір адам келді деп естіпті. Сол ақылды бір адамға барып, мен бір кеңес алайыншы деп барыпты. Барып, кеңес алыпты да, одан кейін үйіне қайтып келгеннен кейін, мамасын тура өзгерткен сияқты екен ана. Тура жақсы көңіл күйде болатын болыпты мамасы, ана балалардың анасы. Жақсы көңіл күйде, не нәрсені істесе де күліп, ойнап, балалармен қалжыңдап істейді екен. Бірақ та бір уақыт, бір сағат кезінде айтады екен, сендер маған ешкімдерін осы есікті ашпайсыңдар деп кухняның есігін жауып алады екен. Бір сағат ешкімін етпеу керек, мазаламау керек. Енді балалардың аты бала ғой, баланың аты бала. Шыдай алмай балалар бір күні ақырын бүйтіп есікті ашып кухняны қараса, аналары дейді, әп-әйбат болып отырып, күшті тәтті дәмдін столға салып, шай ішіп отыр. Соны шыдай алмай үлкен болса, анашым, бұл деген не? Бізші, бізге андағы кәмпит тәттілер қайда десе, анасы айтады екен, балалар, есікті мықтап жауып қойыңдар, мен сендерге өзімді бақытты жасап отырмын. Шын, былай қарап отырсаңыз, бұл аңыздың өте үлкен бір мағынасы жатыр. Себебі өзін бақытты сезінбей үлкендер,
өзімізге осы өмірден қанағат алмай, біз балаларымызға ештеңе бере алмаймыз. Ол берудің де әлгі әр нәрсенің өзінің сұранысы бар деген, жаңағы басында айтып кеткендей, маған осы туралы. Менің өзімнің ойым. Әрине, психолог болғандықтан бізге көбінесе келеді адамдар, айтады, менің баламен жұмыс істеп беріңізші, менің балам осындай деп әр мәселелерді айта жөнеледі. Мен айтамын, мен шынымен де баламен жұмыс істемеймін. Себебі бала ол үйдегі, жанұядағы қарым-қатынастың сипаттамасы. Бала бақытты болсын десеңіз, өз жанұяңыздағы тұрмыстық жағдайыңызды, именно психологиялық жағдайларыңызды жөндеп, қарым-қатынаста болатындай деңгейге келсеңіздер, ашық түрде сөйлесіп, ашық түрде, онда да осындай тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жолдарына қай бір түрі болса да жол бермесеңіздер, сонда бақытты балаларды өсіреміз. Ал енді біздің әңгімеміз жаңағы айтып отырған, бағанадан бері келістіріп отырғанымыз, бұл жаңағы баланың тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шегіп жүрген қалай білуге болады дейміз. Күнделікті өмірде біз көп көңіл аудармаймыз басқаларға. Біз көбінесе өзіміздің тұрмыстық жағдайымызбен, өзіміздің мәселелерімізбен, өзіміздің әртүрлі жағдайларымызбен сол жағынан жүретін адамдармыз. Бірақ та бала тәуелді болады бізден, үлкендерден. Біз үлкендер өте көп мәселелерді шеше алатын адамдармыз. Жаңағы айтып отырмыз ғой, барлық жанұя әртүрлі болады. Әр жанұя ол жабық жүйе. Оған кіру оңай емес. Оны білу оңай емес. Бірақ та баланы жаңағы сипаттамасы, бала сол жанұяның сипаттамасы, сол жағынан байқауға болады. Мына бала жанұясында тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шегіп жүр ме, жоқ па екені. Оның жаңағы айтып отырған белгілерін айтып кеттік. Тағы да бір тоқталып айта кетсек, ең біріншіден бала әсіресе бір тапсырма берген жағдайда, ол нақты сол тапсырмада орындауға оның шыдамдылығы жетпейді. Ол зейіні, ол баланың әлгі айтамыз ғой, осылай неме етіп тоқтатылып, тұрақтылы ананы жазуға немесе орындауға оған мүмкіншілігі жоқ. Егер де сөйтіп тұрса бала, онда ол жаңағы бір тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шегіп жүрген баланың зардап шегіп жүрген бір сипаттамасының бір түрі. Және де ондай балалар өз-өзін жек көреді. Өз-өзін ұнатпайды. Сонан кейін ондай баланы егер де былай құшақтайын десеңіз, жақындатып, құшақтайын мен бұл баланы, мен бұл балаға деген біраз деген жылулық лебізімді көрсетейін, ол бала қорқыныш ретінде ұнатпасаң, әлгі қорқып, неғұрлым әлгі өстіп түрін қорғанышқа дайын болған сияқты болса, ол да бір зардап шегіп жүрген баланы, тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шегіп жүргеннің бір сипаттамасы. Немесе тағы да оның әлгі екінші түрі болады. Неғұрлым әлгі сен құшақтайын десең, бүйтіп қана былай әлгі өстіп кетеді, жерге қарайды, өстіп әлгі немесіз, ешбір тірліксіз әлгі келісе салады. Безвольная прямо. Неме етпейтіндей жағдайда. Ол да бір сипаттама болуы мүмкін. Айтып отырғандай, барлық жағдайда бұл жанұяның жағдайын толығымен, тарихын дегенде толығымен білу керек. Онсыз бұл жағдай анықталмайды.
Және тағы да бір сипаттаманың түрі ол бала жалпы үлкендерден барлық үлкендерден қорқу. Көрініп тұрады ғой, қорқып тұрғаны. Вот солай қорқып тұрған бала болса, барлығын әлгі біз айтамыз, ой, бұл деген бала әлгі өзі сонда тұйық бала деп. Тұйықтылық ол бөлек нәрсе, ал қорқып тұру деген ол бөлек нәрсе. Егер де бала жалпы үлкендерден қорқып тұрса, әрқашан бірдеңке күтіп тұрғандай болса, ол да осы бала зардап шегіп жүрген екені тұрмыстық зорлық-зомбылықтан бір белгісі. Немесе тағы да бір бұның екінші түрі болуы мүмкін. Бұл бала агрессивті болады, себепсіз өз бетімен, ол бізге үлкендерге себепсіз сияқты. Ол әлгі айтады ғой, бәр нәрсе осылай барлығы жиналып, осындай бір кезде бір осындай бір шашылуға бір неме беруі мүмкін. Ол әлгі біз оны көбінесе себепсіз агрессия деп айтамыз. Үлкендер сонымен жауа салады, ал негізінде ол да бір осындай сипат тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шегіп жүрген бір сипаттамасы. Бүйтіп немесе әлгі түкке тұрмайтын нәрсеге қатты ашуланып кетеді ғой бала, бүйтіп ашуланып бір нәрсені лақтыра сап неме ете салуы мүмкін. Оның барлығы осындай бір сипаттамаларға жатады. Және осындай тұрмыстық зорлық-зомбылықты зардап шегіп жүрген балалар өте қорқақ болады. Жаңа айтып қорқақ немесе агрессивті түрде болады дегендей, ол әртүрлі жағдайға, әртүрлі жанұядағы жағдайға байланысты. Және де бұндай балалар алатта депрессивті жағдайда жүреді, көбінесе төмен көңіл күй болады әрқашан бұндай балаларда. Көп нәрсеге күле қоймайды, көп нәрсеге ілесе қоймайды, көп нәрседен шектеулі жерде былай бөлек, және де мынандай класстастар, сыныптастар немесе бір әлгі ұйымдар болады ғой, сондай кездерде бөлек өзімен өзі жалғыз болғанды қалайды. Ол да осы сипаттаманың бір түрі деп айтуға болады. Енді бұл жаңа айтып отырмыз ғой, түрлері көп бұндай сипаттаманың баланың. Бұндай зардап шегіп жүрген балалар өкінішке орай біздің қоғамда, біздің қазіргі деңгейде осы болып жатқан жағдайларда өте көп. Оларға қалай көмектесуге болады? Тек қана егер де біз үлкендер ондай адамдарға біраз көңіл аударып, мамандармен бірге осы мәселені шешуге болады. Арнайы мамандар. Басқадай жол жоқ. Енді жаңа айтып кеткендей, бағанадан бері бірталай әңгіме басыңдан қозғап отырмыз. Бұл тақырып өте қайта мен шаршамаймын айта бергенге, бұл күрделі деп. Және де бұл тақырып бойынша қазір әрбір ұйымдар бар, әрбір жерде бір адамдар бар бөлек, ұйымға нетіп жатыр, көмектесеміз дейді. Не нәрсе болсын, барлық нәрсе ол жанұядан басталады. Жанұяны құрғаннан бастап, әлгі екі жас бір-бірін таңдап, осындай қоғамның алдында, көпшіліктің алдында мен деген осындай жанұя құрамыз, бір отау боламыз деген мен бастап алып, сол кезден бастап, сол жанұяның жағдайы неғұрлым жақсы болса, олар білсе, қандай жолдары бар екенін, олар білсе, қалай оны шешуге болады екен деп. Мен өзім ойлаймын, сол жағынан егерде көп ақпарат берілсе. Әрине,
Қазір көбінесе біз айтамыз, қазір нені үйретпейді бізге? Бәр нәрсені үйретеді. Үйретуден жалықпайды екен деп. Ондай да сөз естіп жатырмыз. Сонымен де, бірақ та үйретсе, көрсетсе, білсе, жаңағы айтамыз ғой, әлеуметтік желілерде көбінесе көрсетеді тек қана жақсы жағынан, адам өзінің бақытты, бірақ бақыттың өзінде де біз қандай мағына саламыз? Инстаграмда әсіресе, ол деген бір жаққа, шетел жаққа барып, бір міндетті түрде демалса адам, анандай былай демалу, бір жерге бару, жақсы тағам жеу, сол жағынан ғана көрсетеді. Ал егерде біз өзіміздің рухани байлық жағымыздан көрсетсек, егерде біз қалай анандай біздің табиғатымызда әдемі, біздің жан жақтағы адамдарымыз да керемет, былай қарап отырсаңыз, бізде тарихымыз бар, бізде жеріміз бар, бізде осындай көп нәрсе бар. Сол жағынан да қалай жақсы әсер алуға болады. Соны қалай біз осындай дәрежеде, биік дәрежеге көрсете алсақ. Және де айтамыз ғой, қазақ өмір бақи жесірін жылатпаған, жетімі болмаған халық. Сол жағынан біз қалай өзімізді осы дәстүр ретінде көрсете алсақ, соны біз былай жоғары деңгейге қойып, сол жағынан көп әңгіме қозғасақ, сол жағынан айтып, сол жағынан үйретіп жастарды, сол жағынан егерде көп әңгімелесек, сол жағынан да бір үлкен бір үлес бола ма деген бір ойлар бар. Енді әңгімелесіп отырған бағанадан бері осындай жағдай. Жаңағы айтып отырмыз, біз көп нәрсені өзіміз байқамаймыз жанұяда деп. Өткенде мысалы, енді тезірек айта кетейін, біз енді шын жүректен балаға жақсылық тілегеннен баланың алдынан үлкен жоғары талаптар қоямыз, сен деген осындай дәрігер болуың керек, сенің атаң дәрігер болды, әкең дәрігер болды, бұлай болды деп, мысалы, сөйтіп былай енді шын жүректен талап қоямыз. Ал баланың ол жағынан мүмкіншілігі бар ма? Баланың о жағына дәрігерлікке қызығушылығы бар ма? О жағын біз көп есепке алмаймыз. Өкініш. Сондықтан ондай өкініш болмау үшін, бақытты қоғам болу үшін, бақытты азамат, азаматша болу үшін, ол үшін өзімізден бастауымыз керек. Оны бізге қоғам істеп бермейді, оны бізге мемлекет істеп бермейді, оны бізге басқа адам істеп бермейді. Сол жағынан біз өзіміздің қажеттілігімізді біліп, нелікті екенін, өзіміздің қандай деген қызығушылығымыз бар екен, сол жағынан дамып, сол жағынан көп көңіл аударып, осылай қоғамға деген үлесімізді қоса аламыз. Ал енді зардап, тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шегіп отырған балалар, ол ертең бізді осындай бақытты қоғамға әкелмейді. Сондықтан жан-жағыңызға көз қырыңызды салып, біраз деген көңіліңізді бөліп, жан-жаққа қарауыңызға теспін. Жаңағы айтып отырғандай, әр жанұяның өзінің бір жақсылығы да бар, жамандығы да бар. Егерде жақсылығы болып жатса, ол өте жақсы. Ал егерде жамандығы асып жатса, онда көмек көрсету керек, жолдарын табуға болады. Қазіргі деңгейде ол жағынан өте көп қоғамдар жұмыс істеп жатыр, өте көп мамандар жұмыс істеп жатыр. Солармен бірлесіп, осы қоғамда, осы өзіміз жақсы, бақытты қоғамда өмір сүруге жол салайық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, барлық сұрақтарыңызға жауап берейін. Жазбаша түрде. Жаңа айтып кеткендей, біз біраз мәселенің басын ғана қозғадық. Ары қарай егерде осы жағдай бойынша тағы да
сөз қозғайық десеңіздер, тағы да білейік десеңіздер, жазып жіберіңіздер. Барлықтарыңызға толығымен жауап беруге тырысамын. Сау саламат болыңыздар, бақытты болыңыздар. Неғұрлым сіз бақытты боласыз, сонымен өзіңіздің тұрып жатқан жеріңізге, өзіңіздің қоғамыңызға, өзіңіздің жанұяңызға үлкен бір үлес қосасыз. Сау саламат